Сәлем достар, біздің арнамызға қош келдіңіздер. Бүгін бізде новый видео. Біз қазір өте қызықты күн. Анамыз біздің уже түс қайта болды. Примерно 3-тер болды сағат. И мамамыз бір жаққа кетіп қалды. Түнде келеді. Сондықтан мен Агнет пен Ұлданаға няня болам. Сол азаннан кешке дейін, түстен түнге дейін екі сіңілме қарайтын боламын өзім. Қазір оларды примерно магазинге апарып қайтамын, площадкеге апарамын, кешкі асын беремін, сондай далаға шығарып ойнатам, ұйықтатам. Сондай өте көп тірліктер істеймін. Ал осының бәрін қалай істеймін? Сіздерге қызық па? Сонымен біздің видеомыз басталады. Қатты қиын емес деп ойлаймын. Сондай жар, негізі күніге қарап жүрміз ғой. Сондықтан қазір бүгін қарап көреміз. Нормально болатын шығар. Миын шығар жүрмейін шығар. Ал видео бастамастан бұрын арнаға тіркеліп, лайк бас, комментария жазып кетуді ұмытпаңыздар. Біз видеоны бастаймыз. Всем привет, достар. Бүгін үйде мама жоқ. Мен енді келдім үйге. Мен кешкі асымызды әкеп алдық. 5 тонер. Мен қазір Агнет екеуіне няня боламын. Мен Агнетте далаға шығып тұр өзіме күтіп алуға. Кешкі асымызды әкеп алдық. Жүріге кіреміз. И ана жақта жаңа көріп қойғанбыз. Ал челлендж басталды. Ал достар, мен үйге келдім. Мен екеуімен күтіп алды. Нау жақтың бәрін шашып тастаған, ана пердені түсіріп тастаған. Мен кешкі астарын берейін деп жатырмын. Готовы телевизорды жерге түсіріп алдық. Ал қазір бізде мама кетіп қалған, түнде келеді. Соға дейін мен нянька болатын боламын. Ал келдер, тамақ ішеміз. Достар, мен өзім киініп алдым. Енді қазір біз площадкеге баратын боламыз. Агнет пен Ұлдананы алып. Қазір мен оның киімін ауыстырайын едім. Беркел. Маймыл болып жүр ғой. Мен Агнеттің үстін ауыстырып қойдым. Енді шашын тараймыз, я? Менің шашын красавица қылып істеп бердім. Қара Агнет. Болды. Бізде Агнет дайын. Ал біз кеттік. Мал шашаңда жүр. Болды, кеттік. Ал дайынбыз ба? Болды. Қазір біз әпшемізбен баратын боламыз. Кеттік, әкөней. Әпшеміз күтіп тұрмыз. Сіздер лайк бас тіркелуді ұмытпаңыздар. Біз бастаймыз. Кеттік. Наның әйтеуір аяғына тас кіріп кете береді. Бассейн суын шығарып жатырық. Қараңыздар, уже ай шығып жатыр. Ай шығып қойған, то есть. Ал біз площадкеге бара жатырмыз. Міне закат. Вау, уже светтер жанған аяқта. Аяғына тас кіріп кетті. Ана не істейтін едік қой. Шұбырып барамыз ба енді площадкеге дейді ғой. Шұбырып барамыз ба сол площадкеге? Шұбырып барамыз. Біз жарыққа шықтық. Жарыққа шықтық. Бәрі шөп. Ұлданамен жүрмін. Анақта әпшеміз Агнет ұстап жүр.
Al biz keldik plajatga. Buna hazırlanınca sürse olmuş. Gelçesi var. Kaçta oynayacağız? Na ahmet. İki үлкен качеля, ой, горкадан сырғанауға қорқып жатыр. Осыдан сырғанап жүреміз. Бол! Ахмет қорқып жатыр сырғанауға. Biraz uzana gelirsin bana. Oh. Otur. Korkaklar. Kayzına sırgana. Блин, doğurdu. Kız hemen dur soylayı koyalım. Түспейсің. Түспей жатыр ғой қарсы? Жетпей жатыр ғой. Качеля наконец-то босады, енді отырғызып жатырмын. Екеуін де качетіп отырық. Мәз ғайды. Ал мен аналарға қарап отырмын. Істеме. Ішім піскет, еще у меня был крем екен прям. Ал біз магазинге кетіп бара жатырмыз. Нар мороженое жеймін дейді. Жүрек ойнай, қандай мороженое жейсің? Шаршап кеттім, аяғым ауырып кетті. Нар миымда ашытшы бар ғой, шешімімді айтсам. Нерватит. Біреуі құлап, біреуі жылап. Еще Ахмет сырғанаудан қорқып, горкадан. Өсетті. Әдеттегі магазинге жүз. Миымды ашытшы бар. Жүр. Не аласың? Қинап жүр. Муза алмайсың. Kukuru alasın mı? Ya. Hadi. Sok. Al güzel.
ішіндегінен алайын өзімнен де. Ойбай. Наконец-то үйге келдік. Мамыр сірері есті ашып жатыр. Нянка дей ма? Достармен нянка болып кетті. Нянка! Не істейміз қазір үйге барамыз? Ұйықтаймыз, а? Жоқ. Не істейміз? Маған мен миымды ашып мороженое бер деп өзіме мороженое ұмытып кеттім. Ал сонымен достар, біз үйге келдік. Нар уже мороженойлардың бәрін жеп қойды. Нар мороженойлардың бәрін жеп қойды. Яғни отырып, біраз отырып алдық. Сөйтіп, соғымызды ішіп. Ал енді қазір мына жақтың бәрі, мынандайында жеп қойды. Мына жақтың бәрі шашылып жатыр, қазір көрсетемін сіздерге. Мына жақтың бәрі шашылып жатыр. Шуның қолым қараңыздар, негр болып кеткен. Қазір біз мына жақтың бәрін жинастырып, кондер қосып алып жататын боламыз, пердені іліп. Яғни мына жерге төсек салып, осы жақта телевизор көріп жататын боламыз уақытша, мамамыз келгенше кино көретін боламыз, мультик. Мына жақтың бәрін қазір жинастыру керек. Менімен бірге жинастырыңыздар. Жақтың бәрін жинастырып қойдым, только алдына нашет құртыптар жатып. Ана жастықтар қазір бізде керек болады, жатамыз. Телевизор дайын. Ана жақты жинастырып қойдым. Қазір бізге керек болады. Ойын ойнап, сөйтіп қол ашып жатамыз. Күшті. Ал енді біз нашет дайындап, жатып телевизор көретін боламыз. Соған орнымызды дайындап алайық. Солай, біз енді қазір не көреміз? Мультик көреміз, е? Қазір мен Айкемен андай ойын ойнадым. Екеуі қазір флифарсайда жүгіріп апарып. Ой, блин. Мен өтіпті. Мами, сөйтеміз. Кемдер, жоқ бері салындар. Ай. Ашты тұрыңдар. Екеуіз, тоқтаңдар, қазір түсіндірем сендерге. Сәлем дегенес? Қазір сөйлеп ойнайсыңдар, да? Кім ұтылады сол, ана телевизорға дейін жүгіріп барып келеді. Ал, мысалы... Телевизордан айналады ма? Жоқ, айналмайды, әшін бүйтіп ұстап келеді. Ұстамайды, әшін дуалды ұстап келеді, телевизор жақта, мақма? Содан кейін, сол, мысалы, ағыне жүгіріп кетеді ғой, ә? Содан кейін сол ағыне келе жатқанша, сен мына донер жейсің, мақма? Сол-ли-фа! Сол-ли-фа! Жүгірттер. Аузың немене? Қаттарса. Беркелсей, жылдар! Ұлдан, жеңем күтіп отырсың ба? Давай, сөйлифа жаса. Сол-ли-фа! Тез, босай! Бол! Бүгін ма? Жеме? Ой! Мен жем. Сөйтпа. Сол-ли-фа! Сол-ли-фа! Не честно, а? Честно, мы? Сол-ли-фа! Қызық қайтсын бар. Мен басын? Қой бізде? Ағын жайын Мен терім. келді. Терім. Сол. Сол-ли-фа!
істей берме. Маймун. Bunlar. Сулифа. Ben avukattım. Yine cümlesin. Hadi. İstemiyorum. Yani. Gel. Hey! Bitti. Hey, bitti. Bir dişecek. Bo'ldi, oyim bitti. Al do'stlar, endi biz hozir televizor ko'rib, tatib bo'lamiz ya. Mana do'stlar, Navro'z уже yo'qda qoldi. Tez yo'qda qoldi. Televizor ko'rib yotib. Qarangizlar, Uldana тоже yo'qda qoldi. Telefon ko'rib yotib, aytib dumalab жатыр ғой. Сонымен достар, біздің видеомыз бітті. Сонымен достар, біздің видеомыз аяқталды. Ана екеуі ұйықтап қалды. Бүгін өте ауыр күн болды. Екі балаға да қарау қиын екен, оңай емес. Нене болу да қиын екен. Уже түн болды, және де мен мамам келді. Сонымен аналардың бәрі ұйықтап қалды. Біздің видеомыз аяқталды. Бүгін бірақ қызық күн болды. Ағниеттерге қарадым, күшті сондай болды. Площадкаға барып қайттық. Бірақ маған әпшем көмектесті аналарға қарауға. Сондықтан қатты қиын емес болды. Видео ұнаса арнаға тіркеліп, лайк бас, комментария жазып кетуді ұмытпаңыздар. Және де достар, сіздер осылай видеолар 1000 просмотр сондай асырып жүрсеңіздер, мысалы осы видео 1000 просмотрдан асса мен ойын ойнататын боламын. Соған қатысып үлгеріп қалыңыздар. Всем пока!